Ассалаумағалейкум құрметті достар. Мінекей Қытай елінен JD.ru сайтынан келген кезекті тапсырыс. Осындай бір үлкен коробкаға салып жіберген. Ашып көрелік. Бұл тапсырыс жаңағы желтоқсан айында акция бойынша тапсырыс берілген. Коробкасын аштық. Ішінде неке мынандай JD-дің ауаларын, Қытайдың ауасын көптеп салып тастаған екен. Неке осындай бір үлкен коробканың ішінде осындай ғана клавиатура. Бұл клавиатура беспроводной. Мышкасымен бірге болу керек. Неке Hyundai деген компанияның клавиатурасы. Опа. Мен ойлаған едім беспроводной деп, сөйтсем беспроводной емес екен. Неке коробкасының артқы жағы, неке бәрі қытайша, подсветкасы болу керек. Шамасы мына мышкамда подсветкасы бар сияқты. Мына бетінде мына узорлар жанып тұрады. Vista, XP, GT, 2 бит, Macintosh бәрін қолдайды. Басқа қызық еш нәрсе жазылмаған. Мінекей достар, осындай клавиатура. Мінекей мына жерде шамасы жаңағы подсветка қосып өшіретін батырмасы болу керек. Мінекей осындай бір дизайнда жасалған стилде. Мінекей USB клавиатура. Мен ойлаған бұл беспроводной деп. Сол неде JD-де беспроводной деп жазылып тұрған болатын. Бірақ сапасы мына өзі кішке игровойға келеді дизайны. Сапасы жаман емес негізі. Мына шеттер мына soft touch пластик сияқты. Мынандай қолға жағымды былай ұстағанға. Кабелі қып-қызыл. Обычный стандартный клавиатура. Орыс шарфтері жоқ. Тек қана ағылшын шарфтер. Мінекей достар, мына клавиатураны қосып тексеріп көрдім. Мінекей осындай бір жасыл подсветкасы бар. Мына видеоның сапасы үшін айып етпеңіздер. OnePlus X осындай освещение аз жерде осылай нашар түсіреді екен. Білмеймін, енді бұл прошивкадан шығар. Алда уақытта түзет деген үміттемін. Қазір енді клавиатура мен мышка келетін болсам, мінекей подсветкасы осы. Мінекей көріп тұрсыздар, мына кнопкасымен өшіп жанады. Мінекей барлығы жұмыс істеп тұр. Мінекей бассақ, мінекей бәрі шығып тұр. Мінекей клавиатурасына келетін болсам, клавиатурасында мінекей мынандай подсветкасы өзгеріп тұрады. Мінекей өзі плавно өзгеріп тұрады. Мінекей шет жақтарында да мінекей мынандай өзінің подсветкасы, линиясы, мінекей барлығы осындай. Әдемі көрінеді, былай ұстағанға да ыңғайлы. Мінекей несі корпусы мынандай матовый сияқты. Сондай бір. Мінекей осындай бір ғана клавиатура. Және мына жерде айта кететін бір нәрсе, мінекей мына үш нелері көк светпен жанады. Жұмыс істеп тұр барлық нәрселері. Ең бастысы осы деп ойлаймын. Жұмыс істеп тұр. Тек минусы, мінекей мына жерде орысша, қазақша әріптері жоқ. Бұны енді алда уақытта мүмкіндік болып отырса, мүмкін жаңағыдай наклейка тауып жабыстырып көреміз. Енді мінекей мына клавиатураның өзіне келетін болсақ, мінекей 11.48 долларға алынған. Мен сіздерге мына отдельно жеке видео түсіруге
мүмкіндігі жоқ, сондықтан қазір мен сіздерге осы көрсете салайын деп шештім. 1148 долларға алынған. Қазір бұл клавиатура 1458 доллар тұрады. Алдында 24 бір нәрсе тұрған, скидкамен осындай баға айналды маған. Және мен сіздерге көрсетейін деген ең басты нәрсе, жағында осы JT.ru сайтында мынандай шағын ғана акциялар болайын деп отыр. Кейбір заттарды алуға тұрады, мелкий заттар, мынандай заттарға енді қымбаттау болады әрине. Мына жерде ең басты айта кететін нәрсе, бұл жерде мынандай 40 долларға дейінгі купондар бар. Бұл купондар коллекция JD деген жазу бар тауарларға ғана жарамды. Мысалға, OnePlus 2 смартфонын 40 доллар скидкамен 300 долларға алуға болады деген сөз. 300 доллар бұл жақсы баға негізі OnePlus 2 үшін. 64 гигабайт памятімен 300 доллар. Бірақ жаңа курспен әрине арзанға түспейді, бірақ қазіргі сәтте ең арзан баға деп есептеймін. Және тағы бір күн сайын 15-нен бастап 23-не дейін осындай бір акция болады. Күн сайын осындай 4 тауардан сатып отырады. Және 16-сы күні 2 доллар 27 центке мынандай беспроводная мышка дейді. Алда мен каналымнан көрген шығарсыздар, сондай беспроводная мышка болған менде, осы JD-дан келген. Және мынандай Windows планшет бар. 101 доллар. Егер скидка қолданса, шамамен мүмкін 80 долларға айналып қалады. Мен қазір бұны тексеріп көретін уақытым жоқ, шынымды айтсам. Және 17-сі күні мына жерде осындай тауарлар бар. Керек адам алады, керек емес. Мысалы бұл жерде бағалары жақсы деп айта алмаймын. Және 18-сі күні вставные наушники дейді. Осындай бір наушниктері болады. BYZ S600 1 доллар 36 цент. Бұл наушниктер негізі 682 доллар тұрады. AliExpress'те жаңа обзорларын көрдім. Осыған дейін бұрындары 8-9 доллар тұрған екен. Звук жаман емес деп айтады. Яғни 1 доллар 36 центке алуға тұрады. Егер мүмкіндіктеріңіз болса, алып алыңыздар. Және 19-шы ақпан күні Redmi 2-ге арналған чехол Milken-нің. Milken деген білетін шығарсыздар. Өте жақсы качественный чехол шығаратын фирмалардың біреуі. Бұл чехолдардың өзінің бағасы негізі 7 доллардан басталады. Жерде 382-ден басталып тұр. Бірақ 5 штук сатылады екен, бірақ оған үлгеру қиын болады деп ойлаймын өз басым. Және игровая мышь дейді, тоже осындай бір 9 доллар. Бірақ білмедім, бұл тұрарлық па, тұра ма, тұрмай ма осы бағаға. Және монопод 174 долларға. 24 күні мынандай iPhone-ның наушнигі ұқсас, жаңағындай дубликаты деп айтады. Сондай наушниктер 5 долларға. Звук Z1-ға тоже Milken чехол. Huawei Honor 4C. Бұл да бір жаман емес телефон. 129 долларға сатыланады. Бұған купон қолданылмайды, өкінішке орай. 130 доллар алуға тұрарлық деп есептеймін өзім. Және Xiaomi-дің жаңағы Piston 3-тің жаңағы упрощенный версиясы бар. Сол наушниктерді 3 доллар 33 центке алуға болады. Бұл шамамен 1100-1200 теңге болады шығар, шамамен. Және тағы да бір мышка бар. Motospeed'тен 5 доллар 33 центке беспроводной дейді. Және 197 долларға мынандай держатель бар. Мелочь әрине.
және Huawei Honor 4A $99, 20 ақтан сатылады. Және мінекей Windows планшет бар $90. Егер купон қолданса, мүмкін $5 скидка беріп қалуы мүмкін. Мінекей достар, әзірге осы. Және тағы да бір айта кететін жайт, 17 ақпан күні қазір сіздерге көрсетемін. JD осы айтымда Meizu MX5 телефонын $170 сатады. 4 күн қалды деп жазылған. Егер мүмкіндіктеріңіз болса, әрине мұны $170 деген өте жақсы баға. Қазір AliExpress'те ең арзаны $220 тұрады. Мінекей достар, айтпағым осы. Егер артық ақшаларыңыз болса, осы мен көрсеткен тауарларды егер сіздерді қызықтырса, алып алуға болады. Назар қойып көргендеріңіз үшін рахмет. Каналға жазылып лайк басыңыздар. ВК-да топ ашылды, сол ВК-дағы топқа жазылыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, сол жерде қойсаңыздар болады, не болмаса осы комментарийге жазсаңыздар болады. Көргендеріңіз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.